Қызылорда қаласының тұрғыны лотереядан ұтқан джекпот 167 миллион теңгеден бас тартты. Бір қызығы жеңімпаз атанған такси жүргізушісі ұтысты билетті көлігінен кездейсоқ тауып алған. Жеңімпаздың айтуынша ұтыстың 500 мың теңгесін өзіне қалдырып, қалған ақшасын қаңғыбас иттер мен мысықтарға баспана салуға бөлмек. Тілшіміз құттықтау рәсімінен. Енді күтпеген жағдай, бұрын соңында мен лотерея ойнап көрмегенмін. Үй жаққа таксовать етіп кеп, машинаны жуып поликлиникасынан лотерея билетін тауып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай 167 миллион ұтып алдым. Енді бүйтіп оңай келген ақша оңай кетеді, және де бұның арты жақсылыққа апармайды. Сол себептен өзіме 500 мың теңгені алып қалып тұрмын. Сол 500 мың теңгемен Марғұлан Сейсенбайдың кайдзен курсын оқып алам. Ол курсты оқыған адамдар бұл 167 миллионды аз-ақ уақыт ішінде тауып алады, және де адал еңбекпен табайын деп тұрмын, Құдай қаласа. Енді сол қалған 166 миллион 500 мың теңгені сол жаңағы мысық иттердің приютын салайын деп жатырмын. 12 этажды қылып, ішінде бассейнімен, қараушылармен, сондай 3 мезгіл тамағымен, как штык. Өзім ит мысықты қатты жақсы көремін, кішкентайымнан. Надежда Магасова, Аркадий Ақымақов, ПТК арнасы.